16'da 11-ші есеп. X және Y-тің қандай нақты мәндерінде берілген комплекс сандар түйіндес болады. Біріншісі 24 минус y және 2x минус 3 түбір астында 5 екеуі бір-біріне түйіндес комплекс сандар болу керек. 24 минус y комплекс санының түйіндес саны 24 плюс y болады. Яғни мынау екінші комплекс сан осы 24 плюс y-ға тең болу керек. Екі комплекс сан бір-біріне тең болу үшін олардың нақты бөліктері тең болу керек және жорамал бөліктері тең болу керек. Бұдан 24 тең болу керек 2x-қа, ал y тең болу керек минус 3 түбір астында 5-ке. Бірінші теңдіктен x табыламыз, x тең болады 12-ге. Екінші теңдіктен y табылып тұр. Y тең минус 3 түбір астында 5. Бұдан жауабы x тең 12, y тең минус 3 түбір астында 5 болады. Екінші есеп. Минус 8 плюс y. Бұған түйіндес комплекстан минус 8 минус y-ға тең болады. Теңіз комплекс, түйіндес сан. Онда бізде минус 8 минус y тең болу керек түбір астында 2x минус 4y комплекс санына. Тура алдыңғы есептегідей нақты бөліктерін және жорамал бөліктерін бөлек-бөлек теңестіреміз. Минус 8 тең болу керек түбір астында 2x-қа, минус y тең болу керек минус 4-ке. Бірінші теңдіктен x тең болады минус 8 бөлінген түбір астында 2. Бөлшектің алым мен бөлімін түбір астында 2-ке көбейту арқылы біз иррационалдықтан құтыламыз. Бұдан біз x тең минус 4 түбір астында 2 екенін көреміз. Екінші теңдіктен y тең 4 болады. Сонда жауабы x тең минус 4 түбір астында 2-ге, y тең болады 4-ке. Келесі үшінші есеп. 3 плюс түбір астында 2y. Бұған түйіндес болатын комплекстан 3 минус түбір астында 2y болады. Ол бізде мынау 2x плюс жақшаның ішінде 4 плюс түбір астында 2 көбейтілген y-ға тең болу керек. 2x тең болу керек 3-ке. Минус түбір астында 2y тең болу керек 4 плюс түбір астында 2-ге. Бірінші теңдіктен x тең болу керек 1,5-ке. Екінші теңдіктен y тең болады минус 4 плюс түбір астында 2 бөлінген түбір астында 2-ге. Енді бөлшектің алымы мен бөлімін түбір астында 2-ке көбейту арқылы иррационалдықтан құтыламыз. Y тең минус 4 түбір астында 2 плюс 2 бөлінген 2. Бұдан y тең болады минус 2 түбір астында 2 плюс 1. Мынау минус 2-ні де ортақ. Мынаны жақша алып қоямыз. Жауабы x тең 1,5, y тең жақшаны ашылайық минус 2 түбір астында 2 минус 1. Келесі төртінші есеп. 3 минус түбір астында 3 минус түбір астында 2 y көбейтілген I. Бұл комплекс санға түйіндес. Комплекс сан 3 минус түбір астында 3 плюс
түбірасында 2 y ай болу керек. Ай болады. Бұл тең болу керек 3x плюс 4 комплекстарына. Осы жерден нақты бөліктер нақты бөлігіне тең болу керек. Яғни 3x тең болу керек 3 минус түбірасында 3-ке. Жорамал бөлігіне тең болу керек. Түбірасында 2 y тең болу керек 4-ке. Бірінші теңдіктен x табуға болады. 3 минус түбірасында 3 бөлу 3 деп. Екінші теңдіктен y табамыз. Y тең 4 бөлінген түбірасында 2. Иррационалдықтан құтыламыз. 2 түбірасында 2 болады. Жауабы x тең 3 минус түбірасында 3 бөлінген 3. Y тең 2 түбірасында 2.